Так, достар, қараңыздар, қазір кредитті қалай тез жабудың тәсілін үйрететін боламын. Көп адам білмейді, немесе түсінбейді. Менде қазір БЦК банкте ипотекам бар. Бұл автокредит, ипотека бәріне бола береді. Кез келген кредиттің түріне. Кез келген емес, көп кредиттің түріне. Көп кредит айтайын сіздерге. БЦК кезетті, БЦК банкте менде қазір ипотекам бар. 7-20 оған госпрограмма. Міне осыған керемін. Кірген екен, менде қараңыздар, шығып тұр. Айына 18 теңге төлеймін. Погасить кредит полностью деп тұр. Погасить кредит частично деп тұр. Частично деген басам, яғни жартылай жабу. Осын басам. Так, сосын қараңыздар, 16.291 теңге менде қалдық бар. Менде қазір отпускной түсті, 1 миллион теңге дейік, мысалы. Мынаны басам. Так, 1 миллион деп. Уменьшить срок кредита, саған уменьшить ежемесячный платеж деп тұр. Екі выбор беріп тұр, екі таңдау беріп тұр. Сен мысалы кредитті 6 жылға алдың ба? Сен сол сұрақ қысқартқың келе ме, әлде ай сайынғы төлемді қысқартқың келе ме деп сұрап тұр сізден. Сіз бүйтесіз. Кредитті тез жабу үшін сіз уменьшить срок кредита, яғни срок алған уақытыңызды қысқартасыз. Сол кезде сіздің салған 1 миллион теңгеңіз кәдімгідей неден қарызыңыздан 16 миллион азайтылып кетеді. Ежемесячный платеж деп басуға болмайды ондай кезде. Уменьшить ежемесячный платеж емес, уменьшить срок кредита деген таңдаймыз. Ары қарай біз продолжить деп басамыз, міне достар. Болды. Егер приложениеде ондай болмаса, сіздерде көрілмесе, сразу прямой банкке барасыздар, менеджерге осылай айтасыздар. Мен жартылай жапқым келеді кредитімді. Сол үшін срокты қысқартып жапқым келеді айтасыздар. Срокты қысқартып, сонда сіз кредитті тез жабасыздар. Деп айтсаңыздар, менеджер сіздерге істеп береді, түсіндіріп береді. Жақсы, тілек. Пайдалы болса төменге комментарияға плюс қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Түсінбесеңіз, түсінбедім деп жазыңыздар комментарияға. Тағы да видео саламын сіздерге түсіндіріп. Бөлісіп кетіңіздер жақындарыңыз, туысқандарыңыз. Жақсы нәрсемен, достар, пайдалы нәрсемен бөлісу керек. Жақсы, тілек.